Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілей отыра, бүгін таңғы ас дайындайтын боламыз. Яғни таңғы асқа өте жұмсақ, сочный, ауызда еритін вафли жасайтын боламыз. Бұл вафли үлкендермен қатар балаларға да өте қатты ұнайды. Сонымен іске кірісейік. Ең алдымен жұмыртқамыз бен қантымызды венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап араластырғаннан кейін бөлме температурасында жылып тұрған сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Менің майым кішкене қаттылау болып қалды, сондықтан холодильниктен ертерек 2-3 сағат бұрын шығарып қойсаңыздар, тіпті жақсы болады. Міне осылай жақсылап араластырғаннан кейін қаймақты саламыз. Және де тағы да жақсылап араластырамыз. Вафлиіңіз воздушный болып шығу үшін онды алдын ала електен өткізіп, оған разрыхительді араластырып қоясыздар. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін онды жайлап бөліп саламыз. Мен онды көбірек алғанмын, сондықтан оның бәрін салмаймын. Нақты мөлшерін видеоның астында описаниеде қалдыратын боламын, бірақ та сіз үйіңіздегі ұныңызға қарап, кейбір ұндар влажный болуы мүмкін, кейбір ұндар құрғақ болуы мүмкін, сондықтан көз мөлшермен кішкене бәрін салып жіберме, аз-аздан салып, міне қоюлығы осындай болғанша жақсылап араластырасыздар. Содан кейін вафельницамызды алдын ала қыздырып, оған май жағып, сұйық май жағып, егер жабыспайтын болса, май жағудың да қажеті жоқ. Осылай кезекпе-кезек екі жағына 2 ас қасықтан көбірек салып, жан-жағына жеткізіп, әр вафлиімізді осылай пісіріп аламыз. Менде 8 штук шықты. Ал вафлилердің пісу уақыты өзіңіздің вафельницаңызға байланысты. Менің вафельницамда әр вафли примерно 5-6 минутта пісті. Міне достар, вафлилеріміздің бәрін пісіріп алдық, және де жидектермен, жемістермен әрлеп, сгущенка немесе мед өзіңіздің қалауыңыз бойынша, сметана болсын, мороженое болсын, әртүрлі заттармен, өзіңізге ұнайтын заттармен әрлеуіңізге болады. Достар, егер видео рецептім сізге ұнаған болса, міндетті түрде жасап көріңіздер де, және комментарийда бөлісіп отырыңыздар. Келесі қандай рецепт түсіретінімізді де комментарийға жаза кетіңіздер. Міндетті түрде сіз айтқан рецепті жасап салуға, видеосын салуға тырысатын боламын. Ал видеома лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.